тездетіңдер, жылдам. Фехиме әпке, боласы ғой. Кешегі кеш үшін тағы да рахмет айтайын деп едім. Қолыңыз дерт көрмесін. Сіздің дәмді асыңызбен әңгімеміз жарасып, керемет кеш болды. Ай, сұлуым, айтқанымдай, қалаған уақытымда келіп тұр, жақсы ма? Ұялма, қысылма. Әрине барам. Сізге жақсы жаңалық айтайын дегенмін. Есіңізде ме? Кеше сізге біздің қабырғаларды бояуға келген Нихан ханым жайында айтып едім ғой. Сол сәтте көңіліңіз түсіп кеткендей көрінді. Жоқ, қызым, оның несіне көңілім түсін? Қысқасы, біз Нихан ханыммен бірге жұмыс істемейтін болдық. Сізге маңызды болса деп айтқаным ғой. Солай ма? Бұдан ештеңе шықпайды деп айттым ғой. Олардың бетіне айтқан мұны. Мен тірі тұрғанда бұған жол бермей. Аналар бәрін біледі. Олардың жүрегі сезімтал ғой. Кемалім ата-анасының айтқанын не кетпейді. Маған бірдеңе ұнамай қалса, ол ешқашан қарсыласпайды. Көрдің ғой, менің ұлым ешқашан отбасына қарсы шықпайды. Мұнанау, айтқанымды түсіндің ғой? Иә, түсіндім, алаң болма. Бір шөкім тұзбен аздап қант салсың, дәмі тіптен тамаша болады. Көресің. Қызым, есік қағып тұр. Сенімен әңгімелесіп, бір жеңілдеп қалдым ғой. Кез келген уақытта қоңырау шалып тұр, жарай ма? Бетіңе сөйтіп. Алла қаласа бұл жолы тілегім орындалады. Орындалуы тиіс. Айта беріңіз, Зейнеп сөйдері осы үйде ме? Иә, мен апасымын, ол үйде жоқ. Оған мына хат қалтаны бере саласыз ба? Одан соң бізді құттықтап жатыр деп сәлем айтарсыз. Жақсы. О, Алла. Жақсылық болса игі. Алла. Бұл қызға мұндай үлкен хат қалтамен не келуі мүмкін? Не? О, Алла! Хусейн, дереу үйге қайт. Тап қазір, тез. Мен сенің телефоныңда. Не бүлдіріп жүрсің, Зейнеп? Қандай іспен шұғылданып жүрсің? Тыңдап тұрмын, әке. Тарық, балам, тап қазір үйге кел. Шаштаразды жаба сал. Ал мен Кемалға қоңырау шалайын. Тез арада үйде болыңдар. Тез. Тезірек келіңдер. Мен онсыз да үйге келе жатырмын, әке. Келе жатырмын. Таза ауа жұтып қайтпасам болмайды. Жүрегім қысылып тұр. Жақсы, ал сен билеттер мәселесін шеш.
қайсың, тәтті қыз? Сен бе? Қалың қалай? Жақсы. Өзіңше? Сені көріп едім, жақсарып сала берді. Жейсің бе? Сен маған үнемі наныңды бөліп бересің. Сөйтуге бола ма? Мен бұл бөлгені күнде жеймін. Күнде ме? Сұрай ғой. Сүйіктіңмен татуластың ба? Соны сұрайын деп ем. Ол бүгін мені жұмыстан шығарып жіберді. Негізінде жұмыстан кетемін деп өзім айтайын дегем. Бірақ ол менің алдымда орап кетті. Ол мені жек көретін сияқты. Қапа болма. Самит те мені жек көреді. Өйткені мен сұлықты одан көбірек сатам. Яғни, сүймеген адам жек көрмейді деген келе ме? Ал өшпенділік ше? Не болды? Ештеңе. Дем алсам да Нихан, дем шығарсам да Нихан. Нихан! Кемаль! Сен менің жан дүниемді жаулап алдың, Нихан. Ішімдегі сезім отын қайда жіберерімді білмедім. Сосын нашардың әрқайсысын есіміңмен толтырдым. Кел, ұшырайық. Сенің есімің бұлттарға жетсін. Мына екеуін ғана алайық. Білегіңді берші, байлап қояйын. Қане? Қане? Рахмет. Ал енді тілек тіле. Ішімнен бе? Өзің біл. О, Алла! Кемалді менің дұшпаным ете көрме. Телехикаяны дыбыстаған Прим жауапкершілігі шектеулі серіктестігі. Телерадиокомпания 31 канал жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің тапсырысы бойынша.